Сәлем барлықтарыңызға. Алтын түлек олимпиадасы 10 сынып 8-ші есеп x'in 4 дәрежесі минус 2023 x квадрат минус 2024 тең 0. Мына b квадрат тең деп екен. Мына жерде коэффициенттеріне қарайық. a минус b плюсы тең 0 дегенге келеді. Сонда x квадрат минус 1-ге тең. X квадрат тең болады 2024. Мына бос жиын, мына жерде x1 тең болды минус түбір астында 2024. x2 тең болды плюс 2024 түбір астында. Екеуінің қосындысы 0 болады. Мына жерге 0 деп жаза саламыз. Немесе b квадрат тең деп екен білген соң, x квадрат тең болуы мүмкін теріс сан болуы мүмкін x квадрат. Теріс сан болып қалса бос жиын болады. 0 болса x-тің өзде 0 болады. 0-ден үлкен болса екі шешім шығады. Бірі x1 тең қандай да бір сан, келесі минуспен бір таңбас, бірінің таңбас плюспен шығады. Сонда екеуінің қосындысы 0 болып кетеді екен. Мына жерде де қосынды 0 қосылса ештеңе өзгермейді. Осындай жағдайлар болады деп 0-ді белгілей салса да болады. Сондай екі түрлі шешімі бар екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.